Ұлықбек ағам айтып кетті. Осы менің әңгімемдің негізгі өзегін. Өйткені кегім жерден, тақырдан, я сордан ондай қасиетті дән өсіп өніп шықпайды. Кешегі кенженің ұлы Ерғонай мынау Маңғыстаудан жем бойынан жайықты асырып, жайықтан шаған асырып, шағаннан еділ асырып, мынау қалмақты қуғанда, мынау Есекмергеннің жалының артында, мынау Ақмешітке қарай жүргенде жем бойында Қонайдың қалмақ қырғаны жатыр, Қонайдың үйінің қасында. Сол қалмақтың ұлы ұламасы Қара Боқанның 3 қызын ол жағылып алып келіп, қазақтың 3 арысына сыйға тартып еді. Соның бірі Адайдың Алашқа қайырын тигізген 3 назарының бірі Қожаназар еді. Сол солым сұлудан 3 перзент туып, Сәркен Шомақ тағанына 3 арыстанның қызын алып беріп еді. Ол Байбақты даттың сырымы, ол Есекмерген Есенқұлұлы, ол жаңағы кенженің ұлы Ерқонай еді. Қазақтың даласында 40 жыл қой үстіне бозторғай жұмыртқалатқан Әз Тәукенің бас сардары болған Есенқұлұлы Есекмерген бабамыз Әбіш ағамыздың яки туған нағасы еді. Одан туған перзент әрине қандай болу керек? Оның бер жағында алдыңғы 40 жылын, артқы 40 жылын болжаған, бірақ сол қасиетімен опат тапқан өз бауырларының қолынан Бәйменбет, Маяның ұлы Бәйменбет ет бір нағашысы. Өзінің туған нағашылары таңдайдан жарылған тақтақтар, көктеммен төлектер ет. Міне осындай ұлы құрсақтардан, ұлы топырақтан жаратылған Әбіштің Әбіш болмауға қақысы жоқ еді. Мың жасаған Ұлықпан Хакім айтқан екен баласына: перзентім, данамен дәмдес бол, дананың сұхбатында бол деп. Себебі көктемде өлі даланы тірілтетін сәуірдің жаңбыры құсаған, дананың да сұхбаты сенің өлі жүрегіңді тірілтеді деп. Біздің маңдайымызға өлі жүрегімізді тірілткен Әбіштей данамен сұхбаттас болу, сол кісімен тағдырлас болу жазылыпты. Менің көкірегімде мың сан ой, мен айт деп